Қайырлы күн оқырман, сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Бүгін сіздермен қазақ тіліндегі қате сөздер мен сөз тіркестерінің дұрыс нұсқасымен танысамыз. Табыс септік ашық, жасырын тұратын контекстке бірер мысал келтірсек. Әке, ертең сіздерге келін әкелемін. Келінді емес, дұрысы, әке, ертең келіндеріңізді әкелемін. Баланы өсіресің, оған білім бересің. Дұрысы, баланы өсіресің, оған барыңды бересің. Менің күнім күнбе екен, күні бойы кір жуасың, тамақ істейсің. Дұрысы, менің күнім күнбе екен, күні бойы мыналардың кірін жуасың, тамағын істейсің. Орналасып болсаңыздар, дұрысы, жайғасып болсаңыздар. Мына видеоны түсіріп алшы, дұрысы, мына видеоны мен түсіргем. Бір кісінің 60 жастық мерейтойы, 60 жылдық мерейтойы, дұрысы, бір кісінің 60 жасқа толған мерейтойы. Жаңа апта жақсылығымен келсін, дұрысы, жаңа апта жақсылығын ала келсін. Тәуекелге бару керек, дұрысы, тәуекел ету. Шетелдік тарих, дұрысы, шетел тарихы. Сауатты сөйлейік, ағайын, сауатты жазайық. Назарларыңызға рахмет.